Барлығына сәлем. Бүгін мен менструалды цикл, яғни оның физиологиясы, реттелуі жайлы айтатын боламын. Менің аудиториямның 60%-дан астамы әйел адамдар. Жалпы менструалды циклды білу ер адамдарға да, әйел адамдарға маңызды болып табылады. Өйткені бұл физиологиялық жағдай. Яғни әйел адам біз білетініміздей ұрпақ алып келеді дүниеге. Сол ұрпақ алып келуіне жалпы денсаулығының жақсы болуына осы менструалды циклдың да өзінің елеулі орнын алады. Жалпы эволюция бойынша біздің адамдардың, яғни ер және әйел адамдардың бір қызметі бұл артынан ұрпақ қалдыру болып табылады. Яғни репродуктивті жүйе. Бұл адамның ұрпақ өрбітуге, көбейтуге жауап беретін мүшелер жүйесі. Олардың негізгі қызметі жыныс жасушаларын гаметаларды өндіру, ұрықтануды қамтамасыз ету, жүктілікті сақтау және ұрықты дамыту, әйелдерде жыныс гормондарын бөлу. Яғни репродуктивті жүйенің бір бөлігі ретінде қыз балаларда менструалды циклда жатады. Мұны білу, менструалды цикл негізінен қыз балалардың жасөспірімдік кезінен басталады. Репродуктивті жүйе, яғни ұрпақ өрбіту жүйесі негізінен 16-18 жасқа келген кезде қалыптасады, толық жертіліп қалыптасады. Сол себепті де бұл жерде ерекше маңыз аударатыны, яғни ерте жүктіліктің алдын алу үшін де репродуктивті жүйені білу, менструалды циклды білу өте маңызды болып табылады. Өйткені ерте жүктілік болатын болса, бұл қыз баланың ағзасы үшін үлкен стресс болып табылады. Сол себепті егерде мұнда ата-аналар көріп отыратын болса, өздеріңіздің қыз балаларыңызға менструалды цикл жайында, жалпы қыз баланың өзінің анатомиясы жайында дұрыс ақпарат беру керек. Егерде ақпаратты білмейтін болсаңыздар, онда дәрігерге жүгінуге болады. Егер қателеспейтін болсам, бізде бар, біздің қалада консультация, отбасылық мәселелер бойынша консультация бөлімдерінде кеңес береді. Мүмкін өзіңіздің қалаңызда немесе ауылдық жерлерде де ондай отбасылық мәселелер бойынша консультациясын беретін бөлімге, немесе гинеколог дәрігеріне, немесе өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізге жасөспірімдік қыздың менструалды циклдары бойынша сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, егерде өзіңіз алатын болсаңыздар. Бірақтан қыз балаға да және ер балаға да жасөспірімдік кезінде бұл жайында ақпарат беру өте маңызды. Және репродуктивті жүйе біртіндеп әлсірей бастайды. Ол 45 жасқа дейін төмендейді. Генеративті 50 жасқа дейін етеккір, содан кейін гормоналды функциялар тежеледі, яғни әйелдердегі климакс, менопауза кезеңдері. Репродуктивті жүйенің реттелуі экстрапирамидалық бас қыртысы, ми қыртысы, гипоталамус, гипофиз, аналық бездер және нысана мүшелері қызмет атқарады. Мұның қызмет ету принциптері иерархиялық принцип бойынша жұмыс істейді, яғни төменгі деңгей жоғарғы деңгейге бағынады. Жаңағы айтқан бас миы экстрапирамидалық жүйе гипоталамусқа сигнал береді, гипоталамус гипофизға, гипофиз болса өз кезегінде аналық безге сигнал береді, аналық без жатырға сигналды жібереді, айтады. Репродуктив функцияларын реттеу негізгі әртүрлі деңгей арасында теріс-керіс байланыс принципі болып табылады, яғни обратный отрицательный принцип деп аталады. Оның перифериялық гормондардың концентрациясының төмендеуі, мысалы эстрадиолдың төмендеуі, гипоталамус гипофиз гормондарын синтезімен шығаруын артады. Сәйкесінше гонадотропин шығаратын гормон және гонадотропты гормондар көбейеді. Әр әйел репродуктивті жүйені реттеудің ерекшелігі оның кері байланысты болуы болып табылады. Бұл кезде преовуляторлық фолликуласында эстрадиол деңгейінің едәуір жоғарылауына жауап ретінде гонадотропин релизинг гормондары және гонадотропиндердің өндірісі артады. Гонадотропиндерге бұл бізде лютeinизирующий гормон және фолликул стимулирующий гормондар болып табылады. Фолликул стимулирующий гормон бөлінетін болса, бұл овуляцияның шыңы деп аталады. Яғни овуляция дегеніміз әйел адамның ағзасы ұрықтануға, аталық ұрық жасушасын қабылдауға дайын болады. Егерде аталық ұрық жасушасымен қосылатын болса, аналық ұрық жасушасы, онда
ұрықтың пайда болу процесі іске асады. Әр әйелдің репродуктивті жүйесінің жұмыс істеуі реттеу процестерінің циклдік қайталануымен сипатталады. Олардың бұл яғни етеккір циклінің сәйкес келеді. Яғни етеккір цикл әр ай сайын келіп отырады әйел адамдарда. Бұл менструалды цикл. Бұл гипоталамус, гипофиз, аналық бездерінің қызметіндегі қайталанатын өзгерістер және репродуктивті органдардың құрылымдық және функционалдық өзгерістері, жатыр, фаллопиялық түтіктер, сүт бездері, қынап. Біз айтқан фолликулар фаза және лютеинизирующий фаза және менструация кезеңдерінен тұрады. Бұларды қазір барлығын бөлек тағы айтатын боламыз. Мұнда жоғарыда айтып өткен, яғни гипоталамус ол гипофизға, гипофиз нысаны ағзаларға және аналық жасушаларына әсер етуі механизмі көрсетілген. Әр циклдің нәтижесі етеккірден қан кету, оның бірінші күні етеккір циклінің басталуы болып саналады. Қыздың өміріндегі алғашқы етеккір менархия деп аталады. Менархияның орташа жасы 12-14 жаста келеді, яғни әр қызда әртүрлі жағдайда келеді. Менструалды циклдің ұзақтығы келесі етеккірдің бірінші күнінен бастап бірінші күніне дейін аралықта анықталады. Әдетте 21-ден 35 күнге дейін болады. Менархияда, яғни алғашқы қыз балаға етеккір келген кезде алғашқы 1-2 жылда менструалды цикл өзгеріп отыруы мүмкін, яғни бір айда 28 күн, бір айда 30 күн деген сияқты өзгерістерге дейін әртүрлі циклдің ұзақтығы әртүрлі болуы мүмкін. Бұны норма болып табылады, яғни қалыпты жағдай. Циклдің кейін репродуктивті жүйе толық дамып жетілгеннен кейін цикл қалыпқа келеді. Оны нормопениялық цикл деп аталады. Ол цикл, идеалды цикл бұл 28 күн. Етеккір циклінің қысқаруы 21 күннен аз болатын болса антопанация, ұзаруы 35 күннен артық болатын болса постпанация деп аталады. Қалыпты етеккірдің ұзақтығы орташа есеппен 3-5 күнді құрайды. Әдетте 3-7 күнге дейін, орташа қан жоғалту 50-70 мл. 80 мл-ге дейін келеді. Егер 80 мл-ден 100 мл-ға дейін көп болатын болса, онда медициналық көмекке жүгіну керек. Менструалды циклды шартты түрде біз аналық және жатыр циклдеріне бөлеміз. Аналық дегеніміз бұл аналық ұрық жасушасы. Мына жерде сурет көрінбейді қазір. Мынау розовый болып тұрған бізде бұл аналық жасушасы болып табылады. Жатыр қынап деп те атайды. Екі бөліміне бөлінеді. Аналық цикл кезінде бұл жерде гормондар бөлінеді. Гонадотропты және релизинг гормондарының әсерінен аналық безде болатын циклдік процестер. Әйелдің денесінде циклдік өзгерістер 2 фазадан тұрады. Яғни бірінші фолликуларның кезең, аналық бездегі фолликуланың және аналық клеткасының жетілуімен аталады. Фолликула жарылып, одан кейін овуляция процесі іске асады. Овуляцияны жоғарыда айтқанда, яғни ұрықтануға бейімділігі жоғарылайды әйел адамның. Екінші кезең лютеинді фаза. Лютеиннің пайда болуына байланысты жүретін фаза. Егер де ағзада ұрықтану процесі жүрмейтін болса, онда лютеинді фазадан кейін менструалды цикл, яғни жатырдың ортаңғы қабаты, жатыр өзі 3 қабаттан тұрады. Сол эндотерий қабатының сырылып түсуін, қан сырылып түсуі бізде етеккіру деп аталады, дискламациясы. Жаңа айтып өткен циклдік режимде эндометрияда функционалды қабаттың регенерациясымен көбею дәйекті түрде жүреді. Оның бездерінің секреториялық белсенділігімен алмастырылады. Функционалды қабаттың дискламациясымен аяқталады. Яғни дискламация дегенімізде сол эндотелий қабатының сыртқа шығуы, бұл бізде етеккір болып аталады. Эндометрияда циклдік процестер бұл бірін алмастыратын жатыр циклінің фазалары болып табылады. Енді өзі менструалды циклді реттелудің 5 деңгейі бар. Жаңа айтқан жоғарыдан төменге қарай кететін боламыз. Менструалды циклдің реттеудің ең жоғарғы деңгейі бұл ми қыртысы, яғни лимбиялық жүйе және амиглоид ядролар, ми қыртысындағы нейротрансмиттерлер, гипоталамустың нейросекреторлық ядроларында жүйке импульсының таратқыштары,
арқылы гипоталамус гипофиздік жүйені бақылайды. Ең маңызды рөл нейропептидтер атқарады. Сонымен қатар эпифиз гормоны мелатонинге беріледі. Және де әйел адамдардың ағзасында, яғни менструалды циклға негізі әйел адамның табиғаты бойынша олар стресстік жағдайларға егер бейім болатын болса, гормоналды өзгерістердің болуына алып келеді, яғни гормондардың көп бөлінуіне немесе аз бөлінуіне себебі болады. Және түнде жұмыс істейтін әйелдерде өте көп жағдайда стресс гормондардың өзгеруі байқалады. Сонымен қатар соғыс кезінде тарихи деректер бойынша әйелдерге өте үлкен стресс болған, соның әсерінен кейбір әйелдерде менструалды цикл мүлдем тоқтап қалған. Яғни бұның себебі мидағы нейрондардың нейротрансмиттердің синтезі мен тұтыну өзгеруі, сонымен қатар эпифиздегі мелатонин арқылы жүзеге асырылатын овуляцияның бұзылуының әсерінен пайда болады. Төртінші деңгей, бұл репродуктивті жүйенің төртінші деңгейінде бұл кезде гипоталамус ең жоғарғы вегетативті орталық жүйке және эндокриндік жүйенің буданы болып табылады. Яғни гипоталамус эндокриндік және нейрогендік те жұмыс атқарады. Барлық ішкі органдар мен жүйелердің функцияларын үйлестіреді, организмді гомеостазды қолдайды. Гипоталамустың бақылауында гипофиз және эндокриндік бездердің реттелуі, гонадалар, аналық бездер, қалқанша без, бүйрек бездері. Гипоталамус, гипофиздарды жүйе өзара әрекеттесуді жүзеге асыратын нейросекретор жасушалардың екі түрі бар. Бұл окситоцин мен вазопросин, антидиуретикалық гормон түзетін нейроэндокриндік нейрондар, содан кейін гипофиздің артқы жағына енеді. Гипоталамикалық пептидтер релизинг факторы шығарады. Гипофизотроптығы нейрондар гипоталамус гипофиздік портал жүйесі бойынша аденогипофизге түсетін биологиялық белсенді аминдер болып табылады. Гонадотропты релизинг гормондар синтезінің орны медиабазальды гипоталамустың аркулатты ядролары болып табылады. Гонадотропты релизинг гормон секрециясы генетикалық бағдарламаған және белгілі бір пульсациялық ырғақта жүреді. 60-90 минутта бір рет секреция ырғағы. Қазіргі уақытта репродуктивті жүйенің жұмысында гонадотропты релизинг гормонның пермиссивті қоздырғыш рөлі дәлелденген. Сонымен қатар бұл гормон секрециясының импульстік ырғағы жыныстық жетілу кезеңінде қалыптасады және гипоталамустың нейросекреторлық құрылымдарының жетілуінің көрсеткіші болып табылады. Гонадотропты релизинг гормонның церебральды секрециясы, яғни сағаттық секрециясы гипофиз аналық бездерін гипоталамус қоздырады. Сонымен гонадотропты релизинг гормон лютеин-үдеруші және фолликул стимулирующий гипофиздің гормондарына әсер етеді. Ол гормондар сәйкесінше гипофиздің алдыңғы бөлігінен шығарылады. Яғни негізінен адамның бір ерекшелігі жаратылысында және эндокриндік жүйенің ерекшелігінде олар бір циклмен цеп бойынша жұмыс жасайды, керемет бір механизммен. Яғни гипоталамус барады, гипоталамустан гонадотропин бөлінеді, гонадотропин болса ол гипофизға әсер етеді, гипофиз өзінің сәйкесінше қанға лютеин-үдеруші, фолликул стимулирующий гормондарын береді. Олар қанмен барып жатырға әсерін тигізеді. Және гонадотропин релизинг гормон секрецияның экстрапирамидалық құрылымдарының нейропептидтері, сонымен кері байланыс қағидаты бойынша жыныстық гормондар модуляциялайды. Эстрадиолдың преовуляторлық шыңының жоғарылауына жауап ретінде гонадотропин релизинг гормон синтезі мен шығаруы артады. Оның әсерінен гонадотропиндердің секрециясы жоғарылайды, нәтижесінде овуляция пайда болады. Прогестерон гипоталамус деңгейінде де, гипофиз деңгейінде де кері байланыс қағидаты бойынша әрекет етеді. Гонадотропиндердің өндірісіне ингибиторлық және ынталандырушы әсер етеді. Кері байланыс шеңбері бойынша мен тағы да алдағы уақытта видеоларды салатын боламын. Пролактиннің бөлінуін реттеудегі негізгі рөлі гипоталамустың допаминергиялық құрылымына жатады. Допамин пролактин гипофизден шығаруын тежейді. Тиролиберин ынталандырады. Допамин антагонистері пролактин секрециясын күшейтеді. Гипоталамустың нейросекреттері ағзаға әртүрлі жолдардың биологияға әсер етеді. Негізгі жол бұл мидың қатты мембрананың синустарына, сол жерден жүйелік қан ағымына енетін тамырлар арқылы
парагипофиз аркылы көк тамыры аркылы трансгипофиз аркылы жол порталдык вена жүйесі аркылы гипофиздин алдыңкы бөлүгүнө порталдык кан айналым жүйесинин ерекшелиги ондагы канны эки багытта, яғни гипоталамуска гипофизге де агуу мүмкүндүгү. Бул кири байланыш механизмдерин жүзүгө асырушу маңызды. Анак биздин жыныстык гормондордун гипофизине әскери әсер омурткалы артериялар аркылуу жүзүгө асырылат. 5-ші деңгей гипофиздин алдыңкы бөлүгү аденогипофиз. Биринчи деңгей бул бизде бастын мыйык кыртысы, яғни лямбиялык жүйө, амилогадиоттуу ядролор, нейротрансмиттерler. 4-ші жүйө бизде гипоталамус. Гипоталамуста гонадотроптор релизинг гормондор және пролактин, допамин әсеринин болот. 3-ші жүйө бул гипофиздин алдыңкы бөлүгү аденогипофиз. Гипофиз өзү эки бөлүмдөн турат: аденогипофиз және нейрогипофиз. Аденогипофиза хромофобда резервдик ацидофилди және базофил жасуушалардын үчтөрү бөлүнөдү. Гонадотроптуу гормондор фолликл стимулирующий, лютеин стимулирующий, пролактин сонун катар башка да троптуу гормондор бар. Лютеотроптуу гормонду синтезделет. Лютеинизирующий және фолликл стимулирующий гормон бөлүнүү бакыланады. Портал жүйөсү аркылуу аденогипофизге кийинетін және гонадотропиндин секрециясын ынталандыратын гонадотропин релизинг гормон аркылуу терисин немесе онун кири байланыш кагыйдаты боюнча анагы жыныс гормондору эстрадиол, прогестерон, А және Б ингибини. Б ингибини анагы безди синтездереді және эстрадиол менен бирге циклдын фолликулалык фазасынын экинчи стадиясында фолликул стимулирующий секрециясын басады. Басым фолликуланы таңдап өстүргөндөн кийин жасы улгайган сайын, фолликулардын саны азайган сайын Б ингибинин өндүрүшү төмөндөйдү. Бул эстрадиолдун калыптуу деңгейин камтамасыз этүүгө тырышатын фолликул стимулирующий прогрессивдүү өсүүнү әкеледі. Бул гормондор гонад тиндериндеги накта рецепторунун аракеттешүүсү аркылуу анак бездеги жыныстык стероиддуу синтезинин алгачкы кезеңдерин анактайды. Гормоналдуу реттөөдүн тиімдүүлүгү белсенди гормондун мөлчөрү менен де, нысаны жасуушадагы рецептордун деңгээи менен де аныкталады. Фолликул стимулирующий гормондун негизги биологиялык рөлү бул жогоруда айткансакта, яғни анак бездеги фолликулардын өсүүгү, фолликулада гранулоза жасуушалардын көбөйүүгү, эстрогендерге метаболизмин дейтин ароматаза ферменттердин синтези, эстрадиол өнөмдөрү, фолликулдун гранулездүү жасуушаларында лютеинизирующий рецепторлорун синтездөө, овуляцияга дайындык, яғни фолликулогенезде және жыныстык стероиддардын негизги синтезинде маңызды рөл аткаратын активин, ингибин, инсулинге каршы окшош өсүү факторлорунун секрециясын ынталандыруу. Лютеинизирующий гормондун биологиялык рөлү овуляцияны туудурады. Фолликул стимулирующий гормон менен бирге басым фолликулада эстрадиол синтези, фолликулардын ТК жасуушаларында кабык жасуушунун андрогендер синтези, овуляцияланган фолликуланын гранулездүү жасуушаларынын лютеинизациялоо және корпус лютеумунун пайда болуу, сары дененин лютеин жасуушаларында прогестерон менен башка стероиддордун синтези болуп табылады. Пролактин бул аденогипофиз жасуушалары лактотрофтарды синтездейтин полипептид, лактацияны бакылайды, сүт бези жолдорунун өсүүнү ынталандырады, корпус лютеум функциясы және прогестерон синтезин колдойду. Ол ар түрлүү биологиялык әсерлерге ие, сүйөктүнүн минералдуу және тыгыздыгын төмөндөтөдү. Окко без жасуушаларынын белсендүүлүгүн арттырады, инсулинге төзүмдүүлүккө әкеледі, яғни диабеттикиндик әсери бар. Зат алмасууду, уйку тартибин, уйку менен уянуу циклдерин, либидо және тагы башка реттөөгө катышады. Негизги пролактиндин кызмети мында студент менектерге арналган, эгер тестте болсо мугалим сурайтын болсо, негизги кызмети бул пролактин лактацияны бакылайды және сүт бездери жолдорунун өсүүнүн ынталандырады және прогестерон синтезин колдойду. Экинчи деңгей аналык бездер. Аналык бездин негизги курулумдук бирлиги аналык без жасуушасы, овоциттер бар фолликулар болуп табылады. Гонаддарда фолликулардын өсүүү менен жетилүүгү, овуляция, корпус лютеумунун пайда болуу, жыныстык стероиддардын синтези жүрөдү. Фолликулогенез, яғни бул дегенimiz аналык бездеги фолликулогенез процесси үздүксүз жүрөдү, антенаталдуу кезеңден баштап постменопаузага чейин. Тууган кезде кыздын
аналық безінде шамамен 2 миллион примордиалды бастапқы фолликулалар болады. Олардың негізгі бөлігі өмір бойы атрезияға ұшырайды, яғни кері дамуға, және тек өте аз бөлігі примордиалдан жетілгенге дейін овуляциямен және кейіннен корпус мен толық даму циклына өтеді. Менархия кезінде аналық бездерде 200-450 мың примордиалды фолликулалар болады, авариалды резерв деп аталады. Олардың ішінде өмір бойы тек 400-500 овуляция жасай алады. Қалғандары атрезияға ұшырайды. Фолликулардың атрезиясы процесінде апоптоз бағдарламанатын жасуша өлімі маңызды рөл атқарады. Биологиялық процесс нәтижесінде жасуша өзінің лизосомалдық аппаратының әсерінен толық резорбцияланады. Бір ретекер циклы кезінде әдетте ішінде жұмыртқасы бар бір ғана фолликула дамиды. Көп мөлшерде жетілу жағдайында көп ұрықтық шөптілік дамуы мүмкін. Авариалды ғана емес, сонымен қатар бүкіл репродуктивті жүйенің қызметін ауто және паракринді реттеу механизмдерінің маңызды рөл өсу факторларына жатады. Өсу факторлар гормональды сигнал беретін жасушалардың дифференциациясын ынталандыратын немесе тежейтін биологиялық белсенді заттар. Олар дененің әртүрлі тіндерінің спецификалық емес жасушаларында синтезделеді және аутокринді, паракринді, интракринді және эндокринді әсерге ие. Аутокриндік әсері өсу факторының тікелей синтезін жасушаларға әсер ету арқылы жүзеге асырылады. Паракрин көрші жасушаларға әсер ету арқылы жүзеге асырылады. Интракринді әсер жасуша ішілік хабаршы сигнал таратқыш ретінде әрекет етеді. Эндокриндік әсер алыс жасушаларға қан ағымы арқылы жүзеге асырылады. Репродуктивті жүйе физиологиясында өсу факторының маңызы инсулинге ұқсас фактор, эпидермиалды, трансформациялық, тамырлы, эндотелиалды өсу факторы, тежегіштер, белсенділер, антимюллер гормоны. Бірі және екіншіге инсулинге ұқсас өсу факторлары. Инсулин факторы роста 1, 2 деп. Олар гранулезді жасушаларда және басқа тіндерде синтезделеді. Аналық бездің теккі жасушаларында андроген синтезін, андрогендердің эстрогенге деген хош иістенуін, түйіршікті жасушаларда лютеиндеуші рецепторларын түзілуін ынталандырады. Олардың өнімдері инсулинмен реттеледі. Эпидермальды өсу факторы. Гранулеза жасушаларында эндометрий стромасында, сүт бездерінде және басқа тіндерде кездесетін жасушалық пролиферацияның ең күшті қоздырғышы, эстрогенге тәуелді тіндерде онкогендік әсерге ие. Тамырлы эндотелий өсу факторы өсіп келе жатқан фолликулалардың ангиогенезінде, сондай-ақ мио және эндометрийде маңызды рөл атқарады. Өсудің трансформациялық факторлары ынталандырады жасуша пролиферациясын, фолликулалардың өсуі мен жетілуіне қатысады. Гранулеза жасушаларының пролиферация, мутагенді және онкогенді эндометрий аналық без қатерлі ісік кезінде олардың әсер экспрессиясы артады. Өсу факторы бета тобында ақуыз заттарын ингибин дейді, активин жатады. Ингибиндер А және Б жасушаларды түзетін ақуыздық заттар, гранулездер және басқа ұлпалар фолликул стимулюші гормон синтезін реттеуге қатысады. Оны тежейді. Эстрадиол сияқты кері байланыс механизміне ұқсас. Ингибин түзілу циклдің фолликулар фазасының ортасында параллель өседі. Басым фолликула анықталғаннан кейін эстрадиол концентрациясын жоғарылауы фолликула максимумға жетіп, фолликул стимулюші секрециясын тежейді. Активин фолликуланың гранулезді жасушаларында және гипофиз гонадотроптарында кездеседі. Фолликул стимулюші синтезін гранулезді жасушаларының көбеюін ынталандырады. Андрогендердің эстрогендер ароматизациясы теккі клеткаларда андрогендердің синтезін тежейді. Өздігінен мерзімінен бұрын овуляцияға дейін жол бермейді. Преовуляторлық фолликуланың лютеинизациясы өнімді ынталандырады. Сары денеде прогестерон. Фолликулостатин ФСГ блоктайтын ақуыз жасушаларымен бөлінеді. Гипофиздің алдыңғы бөлігі гранулездер фолликул стимулюші гормон секрециясын басады. Антимюллер гормоны өсу факторы бета тұқымдасының өкілі, преантральды және кіші антральды фолликулардың гранулезді жасушаларында әйелдерде шығарылады. Фолликулаларда қайта қалпына келуінде және іріктеу механизмдерінде маңызды рөл атқарады. Авариалды резервтердің сандық көрсеткіші болып табылады және клиникалық тәжірибеде аналық бездердің овуляцияны ынталандыруға реакциясын бағалау және болжау үшін қолданылады. Сонымен қатар аналық бездің
аналық безінде аналық бездің түйіршікті жасушалық ісіктерінің маркері ретінде қызмет етеді. Антимюллер гормоны айтарлықтай артады. Антимюллер гормоны галонтропиндермен бақыланбайды, классикалық кері байланыс цикліне қатыспайды. Фолликул стимулюші гормон эстрадиол және Б-ингибинмен айырмашылығы. Цикл фазасына тәуелді емес және репродуктив жүйені реттеудің паракеринді факторы ретінде әрекет етеді. Аналық бездегі фолликулогенез. Ол дегеніміз әйелдің аналық безінде фолликулар жетілудің әртүрлі кезеңдерінде болады. Фолликулогенез антенатальды дамудың 12-ші аптасынан басталады. Фолликулардың негізгі бөлігі атрезияға ұшырайды. Примордиальды фолликулар жалпақ прегранулезді жасушаларының бір қабатымен сипатталады. Кішкентай жетілмеген овоцит мейозының екінші бөлінуі аяқталмаған. Тек жасушалары мембраналары жоқ. Фолликулардың өсу кезеңдері. Өсудің бірінші кезеңі примордиальды преантральдыға дейін фолликулар гормоналды тәуелді емес, фолликул стимулюшіге тәуелді емес, шамамен 3-4 айға созылады. Диаметрі 1-4 мм фолликулар пайда болғанға дейін. Бастапқы преантральды фолликуларда бір қабат бар, гранулезді жасушалар, овоцит көбейе бастайды. Текка клеткалар пайда болады. Екінші преантральды фолликулар гранулезді жасушалардың 2-8 қабаттарымен және текка жасушаларының тоқ қалыптасқан қабатымен сипатталады. Бұл кезеңде фолликулогенезде инсулинный фактор, инсулинді стимулюші өсу факторының маңызды рөл. Фолликулардың өсуінің басталу процесі үнемі жүреді және әйелдің жасына байланысты. Сонымен 24-25 жаста өсу шамамен 50 фолликулада басталады. 34-35 жаста шамамен 17-25, 44-45 жаста тек 3-5 фолликулада. 36 жастан кейін примордиальды фолликулардың атрезиясы және апоптозы күшейеді. Яғни әйел адамдардың жүкті болуға деген бейімділігі деңгейі төмендей бастайды 36 жастан бастап. Фолликулар азайып бастады. Сонымен қатар өсіп келе жатқан фолликулардың саны аналық бездің резервіне байланысты анамнезінде аналық бездің резекциясы болған кезде күрт төмендейді. Екінші кезең преантральды фолликулардың антральды фолликулар сатысына өсуі. Дейін өсуі шамамен 50-70 күнді алады. Және фолликул стимулюші минималды концентрациясы пайда болған кезде фолликулардың гормонға тәуелді өсу кезеңі. Бұл кезеңде де инсулинный фактор росты және антимюллер гормондарының маңызды рөл атқарады. Антральды фолликулардың ортасында сұйықтық толтырылған қуыс бар. Эртекер циклінің басында олардың диаметрі 3-4 мм. Эртекер циклінің кез келген күнде ультрадыбыстық зерттеу арқылы анықталады. Олар ерте фолликуларлық фазада тез өсу үрдісіне ие. Мұнда фолликулардың өсу деңгейі көрінген. Біріншілік фолликула, оның ішінде жұмыртқа жасушасы фолликуланың ішінде доминантты фолликула және жетілген фолликула. Жұмыртқа жасушасынан ол шығып қан кезде фолликуланың ол жерде овуляция процесі жүреді. Үшінші кезең доминантты фолликуланы іріктеу және оның жетілуі шамамен 20 күнге созылады. Абсолютті фолликул стимулюші гормон тәуелді болып табылады. Алдыңғы циклдің 26-25 күндеріне арналған антральды фолликулардың когортта фолликул стимулюші концентрациясының жоғарылауы және әрекеті эртекер циклінің 2-5 күндерінде 5-6 мм-ге жетіп, одан әрі өсуге енеді. Олардан диаметрі 8-10-20 мм болатын бір басым фолликул пайда болады. Лютинирующий гормонның шыңының әсерінен овуляцияға ұшырайды. Преовуляторлы жетілген фолликулада гранулоза жасушаларының көптеген қабаттары бар. Фолликулалық сұйықтықпен толтырылған үлкен қуыс тікелей астында болады. Аналық без капсуласы овоцит жылтыр қабыққа және фолликуланың плюстерінің бірінде аналық бездік төмпешікте орналасқан. Фолликуланың дамуының осы кезеңі өсу факторына және өсу факторы қатысады. Гранулеза жасушаларының көбею сондай ФСГ-ның гранулеза жасушаларының әсерін күшейтетін инсулин факторы роста бір әсер етеді. Үстем фолликула мен аналық без стромасын қанмен қамтамасыз ететін
цифр өте маңызды рөл атқарады. Осылайша фолликулинездің жалпы ұзақтығы примордиалды фолликулардың өсу сәтінен бастап жетілген овуляцияға дейін фолликула шамамен 200 күнді құрайды. Келесі этекер циклінің фолликулалық кезеңі басым фолликуланың қалыптасуының соңғы кезеңін және овуляцияны қамтиды. Фолликулогенез процестері үздіксіз жүретіндіктен аналық бездерді әртүрлі жетілу кезеңдеріндегі фолликулалардың болуын түсіндіруге болады. Олар менструациялық циклдің кез келген күні эхографиялық түрде анықталады. Яғни жетілген фолликулаларды егерде жүктілікті жоспарлап жүрген қыздарға, әйелдерге менструалды циклдің кез келген күні УЗИ жасау арқылы қаншалықты жетілген фолликулалардың бар екендігін көруге болады. Яғни бұл фолликулалардың өсуі де ретімен жүріп жүреді. Яғни бізде айтқан 200 күн бойы біз фолликуланы күтпейміз. Мысалға бір фолликула өсіп жатса, бір фолликула уже өліп жатады. Солайын ол процесс өзі жүріп жүре береді. Бүгінге осы. Келесі бөлімдерде менструалды циклдің басқа бөлімдерін, басқа құрылымдарын, қандай гормондар әсер ететінін айтатын боламын. Бүгін қорытындылайтын болсақ, жалпы менструалды цикл бұл жатырдың эндометрия қабатының дискламациясы екі кезеңнен, атты жатырлық және аналық бездік бөлімдерінен тұрады. Және оның өзі екі кезеңі бар. Фолликул стимуляция, лютеинизирующая фаза, фолликул стимулирующий фазадан тұрады. Негізінен менархия, яғни қыз балаларда алғашқы етеккір 12-14 жасынан басталады. Репродуктивті жүйе 16-18 жасында толық қалыптасады. Етеккірдің ұзақтығы, қыз менструалды циклдің ұзақтығы 28 күнді құрайды, ал менструацияның ұзақтығы 3-5 күн. Назарларыңызға рахмет. Егерде видео пайдалы болса, ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі бөлімде кездескенше.